Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы, ағартушы, ақын, түркітанушы, публицист, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым. Ұлттық жазудың реформаторы. Алашорда үкіметінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай уезінің Сарытөбек ауылында дүниеге келген. Ол Арғын тайпасының Шақшақ руынан шыққан. Оның балалық шағы қазақ халқының отаршылдық езгіде болған кезеңіне сәйкес келді. 1886-91 жылдары аралығын Торғайдағы 2 сыныптық мектепте білім алды. 1891-95 жылдары аралығында Орынбордағы мұғалімдер даярлайтын мектепте оқыды. 1895 жылдан бастап ауылдық және уездік мектептерде мұғалім болып жұмыс істеді. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы қалаларында мұғалімдік қызмет атқарды. 1905 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Қарқаралы петициясы авторларының бірі болды. Бұл құжатта қазақ халқына жер беру, ана тілінде білім алу, діни еркіндік секілді ұлттық талаптар көтерілді. 1913 жылы Орынборға қоныс аударып, Міржақып Дулатұлы және Әлихан Бөкейханмен бірігіп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарды. Қазақ газеті сол кезеңдегі ұлттық қозғалыстың рухани орталығына айналды. Онда халықтың білімін көтеру, отаршылдыққа қарсы күрес, ұлттық бірегейлікті сақтау мәселелері көтерілді. Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясының мүшесі болды. 1917 жылы Алашорда үкіметі құрылғанда, ол оның негізгі идеологтарының бірі болды. Қазақ халқының өзін-өзі басқаруын қолдап, ұлттық автономия құру идеясын ұсынды. 1920 жылдары кеңестік билікке қызмет етіп, қазақ білім жүйесін реформалауға қатысты. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдебиетін зерттеуге көп үлес қосты. 1909 жылы шыққан тұңғыш 40 мысал кітабы жарыққа шығады. Онда Крылов әңгімелері мен Абай өлеңдерін негізге ала отырып, биліктің шектен шығуы мен зорлық, зомбылығын сынайтын бірқатар туындылар енген. Маса Ахмет Байтұрсынұлының ең әйгілі өлеңдер жинағы. Бұл өлеңдер жинағындағы басты идея қазақ халқын ілім-білімге әрі мәдениетті қоғам құруға шақыру еді. Маса жинағынан үзінді. Ызыңдап, ұшқан мынау біздің маса, сапсары, аяқтары ұзын маса. Өзіңе біткен түсі өзгерілмес дегенмен, қара яки қызыл маса. Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, қоймастан құлағына ызыңдаса. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін зерттеуге ерекше көңіл бөлді. Ол тілдің грамматикасын жасап, қазақ тілін ғылыми жүйелеудің негізін қалады. Негізгі еңбектері. Оқу құралы қазақ балаларына арналған алғашқы әліппе. Тіл құрал қазақ тілінің грамматикасын жүйелеген еңбектер. Әдебиет танытқыш, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін қалаған зерттеу. Баяншы мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал. Жаңа әліппе қазақ жазуын, латын графикасына көшіру туралы ғылыми ұсыныс. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ фольклорын зерттеуге маңызды үлес қосты. Бакуде өткен бірінші түркология съезіне, Қазандағы халық ағарту қызметкерлерінің съезіне қатысып, білім беру жүйесін дамыту мәселелерін көтерді. 1929 жылы Ахмет Байтұрсынұлы халық жауы деген айыппен тұтқындалып, түрмеге қамалды. 1936 жылы Мәскеуден Қазақстанға оралуына рұқсат берілді. 1937 жылы 8 желтоқсанда қайта тұтқындалып, ату жазасына кесілді. 1988 жылы Ахмет Байтұрсынұлы ресми түрде ақталды. Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары уез, губерния соттарына күш салып, тілмәш болып, кейбірі арын сатып ұлықтық іздеп жүргенде. Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды. Халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті. Сәкен Сейфуллин. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі,
Ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны 40 мысал, масса. Қазақ газетінің қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты. Біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын. Бірақ зорлықпен, күшпен дегенін болдырып үйренген большевиктер бұл ақиқатты теріске шығарып, оның есімін де, еңбегін де тарихтан өшіруге тырысып бақты. Оны бар ғұмырын адал қызмет етуге арнаған туған халқына жау етіп көрсетіп, халық жауы деген жалалы жамылғыны жауып, атқызды, атын атағандарды қуғынға салды. Бәрібір олар мақсатына жете алмады. Жалы, бұл, шындық күн екен, заманы қайта туып, шындықтың шұғыласы өз нұрын төкті. Ұлтын сүйген ұлтжанды ахаң, Ахмет Байтұрсынұлы өз халқымен қайта табысты. Мұхтар Әуезов